Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді тағам түрімен бөлісемін. Атауы да өте көп. Машхурда, мастава, маш көже деп аталады. Сіздермен Эльмира. Каналыма тіркеліп, лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге керек болады. Маш керек болады бізге. Ет, сәбіз, пияз, сарымсақ, картошка, болгар бұрышы, ақ фасоль керек болады, лобия, күріш керек болады. Мөлшерін енді описанияға жазып қалдырамын. Шамалап өзіңіз салсаңыз болады. Етті кубиктап турап алдық. Енді пиязымызды жұқалап турап аламыз. Барлық заттарымызды турап аламыз дәл осылай. Мен сәбізді ұзынша етіп турап алдым. Өте дәмді тағам болып шығады. Витаминный тағам. Балаларға өте ұнайды. Жеңіл тағам. Жасап көріңіздер. Енді тәрелкемізге салып аламыз. Болгар бұрышын дәл осылай ұзынша етіп турап алдық. Сарымсақты майдалап турап аламыз. Картошканы су қайнағаннан кейін лобияны салған кезде салатын боламыз. Оны қазірге турамаймыз. Енді қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, етті қуырамыз. Етті осылай қуырып, үстінен пиязды, тұзды, сәбізді салатын боламыз. Дәл осылай қуырып аламыз. 5 минуттай қақпағын шауып қуырамыз. Пияздың иісі өзі сарғая бастаған кезде болгар бұрышын, сарымсақты салатын боламыз. Мен бір ас қасық томат салдым. Болгар бұрышын салдым. Тағы да бір 2-3 минуттай қуыратын боламыз. Енді суды құямыз, сорпасын. Қайнаған кезде көбігін алып, тағы да бір 10-15-20 минуттай қайнатамыз. Еті жұмсарғанын күтеміз. Сол кезде ақ фасолімізді саламыз. Лобияны, яғни лобиямен қоса картошканы салып жібереміз. Лобияны 10-15 минуттай қайнатып, мәшті салатын боламыз. Мәшті 10 минуттан аса қайнатып, күрішті саламыз. Енді күріштің піскенін күтеміз. Араластырып, қайнатып, күріштің піскенін күтетін боламыз. Күрішті де, мәшті де көп салып жібермеңіздер, өйткені қою болып кетуі мүмкін. Біздің асымыз дайын болды. Өте дәмді, пайдалы, жеңіл тағамға жатады. Дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Эльмира. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да пайдалы видео рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.